Сәлеметсіздер ме? 6 сынып оқушылары, біз бүгінгі видеода қазақ тілінен 1-тоқсанға арналған бірінші БЖБ жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: мәтіннің атауын жұпта талқылаңыз. Мәтіннің алғашқы бөлігін мұқият тыңдап, қалған бөлігінде көтерілген мәселені болжаңыз. Оқжетпес туралы аңыз. Көкшетауға ат басын бұратын көптеген саяхатшылардың қызығушылығын оятатын нәрсе табиғаттың көз тартар сұлулығы. Соның ішінде Бурабайдағы Оқжетпес тасының жөні бөлек. Атауының өзі бір ерекше. Жыл сайын демалуға барып жүргенімізбен сол Оқжетпес жартасының қалай біткені жайында біле бермейміз, әрі мән де бермейміз. Ал аңыз былай дейді. Мәтіннің жалғасы мынадай болуы мүмкін. Өзіміз мәтіннің жалғасы қандай болуын болжаймыз. Аңыз бойынша, бұрынғы заманда ержүрек Оқжетпес атты бір батыр болған. Жаугершілік заман келіп, күн артынан күн өтіп, жаумен шайқасады. Дәл сондай күннің бірінде ол жауға қарсы соғысады. Алайда соғыс ұзақ күндерге созылады. Айларға созылған соғыстың салдарынан Оқжетпес шаршап, түнде тынығып жатқан жерінен жау тыңшылары бас салады. Бірақ батыр оған да көнбей оларға қарсы күреседі. Ең ақырында әлі кетіп, ақыры демі бітті-ау деген кезде Оқжетпес қатты даусымен: «Уа Тәңірім, мені жау қолынан өлтіріп, ұятқа қалдырғанша тасқа айналдыр» десе керек. Лезде аспан айналып жерге түскендей күй тұнып, Оқжетпес сол жерде жартасқа айналып кеткен. Содан бері Оқжетпес жартасы осы аңыздың куәсі болып, табиғаттың тамаша сыйы ретінде туристерді өзіне тартып келеді. Екінші тапсырма: берілген сұрақтарға тыңдалған мәтіннен дәлелдер келтіре отырып жауап беріңіз. Батыр бала күнінде қандай болған? Батыр туа салып күн сайын емес, сағат сайын өсіп, жетіле берген. Бала күнінде далада ойын қуып жүрсе, қасындағы балалардың атқан садағы оның кеудесіне әрең жеткен. Батыр алған жарақатын қалай емдеген? Жарақат алса, жарасын көлдің бойында емдеп, Бурабайдың ауасымен тыныстаған. Оқжетпес қалай тасқа айналған? Әлі кетіп, ақыры демі бітті-ау деген кезде Оқжетпес қатты даусымен: «Уа Тәңірім, мені жау қолынан өлтіріп, ұятқа қалдырғанша тасқа айналдыр» десе керек. Лезде аспан айналып жерге түскендей күй тұнып, Оқжетпес сол жерде жартасқа айналып кеткен. Бастапқы болжамың түпнұсқаға сәйкес келді ме? Қай тұстары? Бастапқы болжамым түпнұсқаға сәйкес келді. Оқжетпестің тасқа айналдырған батыр деген тұстары. Осымен БЖБ тапсырмасы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.